еңбек адал, мақсаттары рас игі, ұстаздарға жаным қатты ашиды. Мұғалімнің неден түсті беделі, неге олар жұтаңдайды, жасиды. Оқытсам деп жүз қазақтың баласын, көтереді еркелігін, наласын. Ұрпақ үшін жұмсар қажыр қайратын ұстаздарға қандай гіне тағасың. Қалыпты жай болып алды қоғамда ұстаздарды айналдыру боданға. Ей басшылар, ойлаңдаршы бір мезет, біз сияқты адамдар ғой олар да. Орында деп жоғарының жарлығын тыңдамастан арызы мен зармыңын, сайлау, санақ, жолдаулардың жұмысын ұстаздарға жүктеп қойдық барлығын. Көк тітіреп тұрғандайын төбеміз, ұстаздарды кемсітеміз, сөгеміз. Үйде тәлім бере алмасақ балаға, оны тағы мұғалімнен көреміз. Барлық істе көңіліміз толмайтын, ұстаздарға жала жаптық болмайтын, бізге заңдар керек боп тұр шынымен, мұғалімді құрметтейтін, қорғайтын. Қалмасын деп шәкірттері қатардан, талай жасты арманына апарған, ұстаз адал, ұстаз дана, дауласпа, ұстаз деген нағыз батыр, қаһарман. Түйір дағы жоқ еңбегімен арында, бақыттымыз ұстаздардың барында. Ешкім емес министрде, әкімде, ауылдағы мұғалімнің жанында. Бағалауды білмесе егер зор басын, адамзаттың надандығы олдашын. Мұғалімді жылататын жауыздар екі бірдей дүниеде оңбасын. Бақытыңа бара жол тапсаң да, қанатыңды биіктерге қақсаң да, ұстаз деген тұлғаларды көргенде құрмет қылып көтеріңдер аспанға.